Сәлем әлем, үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға 1 мамыр ынтымақ күніне арналған тәрбие сағатының үлгісін ұсынамын. Сабақ креативті, ұлттық құндылыққа негізделген, жасанды интеллект арқылы жасалған суреттер пайдаланылған. Сонымен қатар PowerPoint-та интернетсіз, яғни ғаламтор жоқ жерде де ойнай беретін ойындардың бар екенін ескертемін. Егер де сабақтың қымыжысы, презентациясы керек болып жатса, төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласуларыңызға болады. Сонымен ұйымдастыру кезеңінде балаларға жерұйық фильмі көрсетіледі. Егер де бұл фильмді көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Мұнда Корей ұлтын өз бауырына басқан қазақтар жайлы айтылған. Сөйтіп бұл фильмнен үзінді қойылғаннан кейін жерұйық фильмін көргендер бар ма? Фильмнің идеясы неде? Қазақ халқы қандай халық деген заңды сұрақтар қойылады. Одан кейін оқушыларды шаттық шеңберіне ортаға шығарып, мұғалім алақандағы бояу әдісімен оқушыларды 3 топқа бөледі. Топ аттары татулық, өмір, сән. Алақандағы бояу әдісі, яғни балалар қолдарын алдыға созады, әрқайсысы көздерін жұмып тұрады. Сөйтіп мұғалім қолына 3 түрлі маркер алып, әр оқушының алақанына сурет салады, нүкте қояды. Яғни бір балаға, мысалы, Сашаға делік көк нүкте қойса, Арманға қызыл нүкте, Әлияға жасыл нүкте деген сияқты. Сондықтан әртүрлі нүктелермен қойып шыққанда балалар қызыл жинақтағандар бір топқа, өзге түсті жинақтағандар басқа топқа орналасады. Сөйтіп татулық, өмір, сән деген сөздер сіздерге қандай ой салады, қандай ұран құрастыра аласыңдар деп сұрайсыздар. Содан кейін бұл сабақтың ұраны татулық, өмір, сәні екені айтылып, сабақтың тақырыбына болжау жасалады. Сөйтіп сабақтың тақырыбы бірлік пен бейбітшіліктің ел тұғыры деп аталады және сабақтың мақсатын айтасыздар. Сөйтіп бірінші тапсырма оқушыларға жағдаят беріледі. Бұл қима қағаздарға шығарылып беру мүмкін. Шығарылып берсін, мен солай деп топшылап отырмын. Сосын әр топ сол жағдаятты көрініс ретінде көрсету керек болады. Шешімін өзге топ айтады. Мәселен, бірінші жағдайда волейбол ойнап жатады балалар, бірақ қазақтың балалары өзге ұлт өкілін ойнатпайды. Екінші жағдаятта қыз бен ұл дос болады, Айжан мен Тигран. Тигранның ұлты армян, бірақ анасы сол Тигран мен Айжанның дос болғанына қарсы, яғни Айжанның анасы. Бұл мәселені қалай шешуге болады? Енді үшінші жағдаятта 11-ші сынып оқушылары, орыс сыныбы, қазақтан тек Ержан ғана. Олар өзара тек орысша және ағылшынша сөйлеседі. Сөйтіп Ержанға орысша не ағылшынша сөйле деген сияқты өктемдік танытады. Осы мәселені қалай шешуге болады деген сияқты. Яғни осы әр жағдаят өзекті және оны балалар өздері актерлық шеберлікпен көрсетулері керек болады. Одан кейін мына бір ойын ойнатылса деген ой бар. Яғни мысалы бірінші топтың оқушылары қара шашты қызды таңдады, бастық. Сол кезде мен өзім қазақ емеспін, Қазақстанға Пәкістаннан келдім. Мені жылы қарсы алды. Осында қалмақ ойым бар. Қазақ тілін үйреніп жүрмін. Сіздер үшін тілдеріңіздің маңыздылығы қандай деген проблемалық сұрақ қояды. Оқушылар ойланып жауап берулері керек. Тіпті болмаса бұл сұрақты барлық 3 топқа да қоюға болады. Бір-бірінің жауабын қайталамаңдар деген пәрмен берсеңіздер. Қайтып келеміз, мына жерде мынандай белгі пайда болды. Яғни бұл сұрақ қойылып кетті деген мағынаны білдіреді. Келесі қыз баланы таңдаса, мұндағы сұрақ: мен өзім қырғыз ұлтының өкілімін, бірақ Қазақстанды өз отаным деп білемін. Қазақтар үшін отанның қадірі неде және оны қорғау жолында қандай ұстанымдарыңыз бар? Топпен ойланып та жауап беруге болады. Келесі сұраққа қайтып келеміз. Мына сары шашты қызды таңдайтын болсақ, мен Қазақстанда туып өскен орыс қызымын. Қазақ халқының тәуелсіздікке жету жолында қанша қан мен тер төгілгенін білемін. Бұл ерліктің қадірін сезінемін. Ал сіздер қалай бағалайсыздар? Топпен ойланып жауап берсеңіздер, ойлануға 2 минут уақыт беремін дейді бұл қыз. Әрі қарай қара шашты қыздың сұрағы қандай екен? Мен индуспын, алайда домбыраның құлағында ойнаймын. Қазақтың ұлттық аспабы менің жүрегімнен орын алған. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дегенді қалай түсінесіздер деген проблемалық сұрақ қояды. Мына қыз баланың сұрағы: мен неміс ұлтының өкілімін, бірақ Қазақстанды өз үйім деп білемін. Сіздер үшін отанды қорғау және тәуелсіздікті сақтау қаншалықты маңызды? Дәлел келтіріп жауап бересіздер ме деген сұрақ қояды. Мына жігіттің сұрағы қызылордалық: мен башқұртпын, Қазақстанда туып өстім, менің отаным Қазақстан. Ал сіздер рәміздеріңізді қаншалықты бағалап құрметтейсіздер деген сауалды қояды. Яғни осы тапсырма орындалғаннан кейін 3-ші тапсырмаға өту үшін көк ұяшықты бастым. Енді қазақтардың ұлттық киімі не? Мынау садағат ойыны. Дұрыс жауап әрине сәукеле, бөрік, шапан. Келесі сұрақты өту үшін көк ұяшықты басамыз. Кәрістердің ұлттық тағамы не? Кимчи. Қате болса, мысалы паста десек, былай кетеді. Әрі қарай үнді халқының ұлттық киімі, әрине ол сари. Көкті басамыз. Қытай халқының дәстүрлі мерекесі, Қытайдың жаңа жылы.
артқа кетеміз. Гректердің ұлттық киімі фокса. Ары қарай кетеміз. Корей халқының ұлттық киімі ханбок. Ал егерде фокса десек, теріс кетеді. Әрі қарай басып, мына жерде ютубтан бір бейне көрсетіледі. Ол 3-2-1 әдісімен жинақталады. 3 дегеніміз 3 сөзден тұратын бір сөйлем, 2 дегеніміз 2 сөзден тұратын сөз тіркесі, 1 дегеніміз бір сөз. Мысалы, Қазақстан мәңгі жасасын болса, 2 сөзден тұратын сөз тіркесі мәңгі жасасын, бір сөз жасасын. Сабақ 7 қазына ойынымен тәмамдалады, яғни рефлексия. Мысалы, бір оқушы айтуы мүмкін, мен ер жігітті таңдадым деп. Сөйтіп өз ойын өзі қорытындылайды. Мысалы, мен бүгін ойымды нақты жеткізе алдым, тапсырмада жауапкершілік таныттым десе, мына асықты басқан кезде асық шығады. 2 рет, мысалы, екінші оқушыда басуы мүмкін деген сияқты. Содан кейін мынау жігітке қайттан басып, бастапқы бетке өтуге болады. 7 қазынаның бірі сұлу әйел, мысалы, мынаны таңдаса былай шығады. Өз жауап нұсқасын келтіруге болады. Тура осылай, мысалы, ілім-білімді де таңдауға болады. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егерде сабақ толық қажет болса, әзірлемесімен, презентациясымен хабарласыңыздар. Сау болыңыздар.